Сәлем достар, сіздермен мен Аяжан. Мен сіздерге бүгін дәруменге толы асқабақты суп пюренің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бізге бұл сорпаны жасау үшін 2 дана картоп, 1 дана пияз, 1 дана сәбіз және 1 түйір сарымсақ қажет болады. Асқабақ міндетті түрде жарты килограмм және 10-20% төмен емес сливки. Ыдысымызды жақсылап қыздырып, ішіне сұйық майымызды құямыз. Одан кейін барлық заттарымызды кезек-кезегімен турап аламыз. Ең бірінші жуамызды майдалап турап, ыдысымызға салып, қуырып алатын боламыз. Екінші сәбізімізді де ұсақтап тураңыз. Бұның барлығын ең соңында блендермен езіп алатын боламыз. Мен тезірек піссін деп ұсақтап турап жатырмын. Жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Одан кейін картопымызды 4 бұрыштап тураймыз. Сарымсақты да сол күйінде салып жіберсеңіздер де болады. Турап, майда бөліктерге бөліп салсаңыздар да болады. Асқабағымызды да картоп секілді 4 бұрыштап турап, осының үстіне салып, жақсылап бір бұрқ еткізіп қайнатып алатын боламыз. Астын баяу отқа қойып, жарты сағатқа қайнатамыз. Мен 1 литрдай су құйдым. Осы асқабақтың үстінен аз ғана асып тұрса болды. Асын қосып, жақсылап 20-30 минуттай қайнатамыз. Ішіндегі көкөністеріміз жұмсарып піскенше. Міне бізде дайын болды. Жұмсақ болып тұр. Осыны блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Одан кейін менде мына жерде 23% сливки. Негізі сливкидің проценті 10%-дан төмен болмау керек. Супымызға құйып, жақсылап араластырамыз. Егер сіз нені ұнатпасаңыз, сливкиді қоспасаңыз да болады. Бірақ сливки асқабақты сорпаға өте дәм береді, ерекше дәм береді. Сондықтан қосуға кеңес беремін. Мына күз мезгілінде дәруменге толы өте пайдалы сорпа. Ішіндегі асқабақ дәмді болғандықтан балалар сүйсініп ішеді. Осы күз мезгіліндегі осы асты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұны 2 түрлі әдіспен ұсынуға болады. Бірі асқабақтың дәнімен сорпаны, екіншісі наннан сухари жасап, сәндеп ұсынсаңыз да болады. Видеоны арнама тіркеліп, лүпіл қалдыруды ұмытпаймыз.